Так, сәлем бәріңе оқушылар, қалайсыңдар, жайларың жақсы ма? Қаңтар бұты, наурыз бұты тапсырып жатсыңдар ма барлықтарың? Бүгін уже Рамазан айының соңғы күндеріне жаттап қалдық, Так, бүгін бір нұсқа талдап өтсек, ұлттық тестілеу орталығының нұсқасы. Қазір енді бастаймыз бұйырса, Так, ал сәттілік бастаймыз онда. Так, физика пәнінен енді арасында наурыз ұбытының есептері де бар, қаңтар ұбытының де бар арасында. Бұйырса бірге талқылап болса нені көретін боламыз, Мына есепке қараймыз енді. Сыныптың ұлдары дене шынықтыру сабағында екі топқа бөлініп арқан тарту ойын ойнады. Екі топтың арқанға түсіретін күштері 800 ньютоннан болды. Балаға әсер ететін қорытқы күш дейді. Яғни балдар екіге бөлініп арқан тартқан, Сол кезде бізге қорытқы күш табу керек екен. Яғни арқанды сызып қоямыз. Мына жағынан 800 ньютонмен, мына жағынан тағы да 800 ньютон бір-біріне қарай қарама-қарсы тартқан екен балдар. Так, енді біз ойлаймыз ғой енді. Бізде қорытқы күшті табу үшін әрине екі күштер қарама-қарсы болған кезде алынып кетеді, F1 алынған не болады? F2 болып кетеді, дұрыс па? Сонымен мына жақтан 800 ньютонмен, мына жақтан 800 ньютонмен тартқаннан кейін әрине нөлге тең болып кетеді екеуі. Яғни тең әсерлі күш орын алып қалады екен. Сонымен В жауабын 0 деп белгілеп жібереміз. Енді почеркім осындай енді. Жақсы болады жарқылдау уақытта. Так, түсінікті болса келесі есепке өте береміз, Қорытқы күшті осылай таба береміз. Келесі есеп. Так, мен пастын ауыстырып алсайын. Так, пасты. Массасы 2 кг дененің жылдамдығы 10 метр секундтан 20 метр секундқа артқанда атқарылған жұмыс дейді. Біз жұмыс және кинетикалық энергия, потенциалды энергия өлшем бірліктері джоуль екенін білеміз. Сондықтан біз А-ны А тең МV квадрат бөлінген 2 деп аша берсек болады, дұрыс па? Бірақ бізде жылдамдық 2. Себебі біз не істейміз алдағы уақытта? Бұны біз қалай ашамыз? А тең дейміз да М жақша. Так, V2 алынған V1 десек болады, кейінгісін бастапқысын алып тастаймыз. V1, дұрыс па? Бөлінген 2. Квадраты бар, әрине квадраты бар. Так, А тең. Сонда не болады? М-іміз қаншаға тең екен? 2-ге тең екен, дұрыс па? Жақшаны ашамыз. V2-іміз қанша? 20 екен. 20 алу. V1-іміз қанша? Ол 10 еді, дұрыс па? Квадратымен. И бөлу 2. Так, жақшаны ішінде орындасақ 2, жақшаны ішінде орында 20-дан 10-ды асақ 10 қалады. 10-ның квадраты дей саламыз, бөлінген 2. Сонымен 10-ның квадраты 100 болады, 2 көбейту 100 бөлу 2 қалады сонда. Сонымен 2-мен 2 қысарып кетеді. Жауабы 100 болады екен, 100 джоуль болады екен жауабы. Ол бізде қай жауапты екен? Е жауабында екен. Так, енді бастапқы есептер оңайлау болады, жайлап ақырындап қиындай береді, Келесі деп. Болат арқанның салыстырмалы деформациясы дейді. Болат арқанның салыстырмалы деформациясы 0,01. Салыстырмалы деформацияны біз қандай атын білеміз? Е тең, ол бізде 0,001 екен. Так, Е болаттың беріп қойыпты. Е болатты қанша екен?
ол бізде 210 ГПА екен, гигапаскаль дейді, иә, ГПА. Так, механикалық кернеу ол сигма әрпен белгіленеді, дұрыс па бізде? Сигма былайға, иә, сигма әрпен белгіленеді. Так, формуласы есімізде ме балдар осының? Қандай болады формуласы? Жаза берейін. Сигма тең болады, просто екені көбейте саламыз. Е көбейтілген е дей саламыз, болды. Сигма тең болады. Так, еміз қаншаға тең бізде? 0,001 неде 1 0 қылып кетіп қой. 0,1, иә? 0,01 көбейту. Так, 210 ГПА дейді. Яғни біз гигапаскальды ашамыз. Так, гигапаскальда қанша береді бізде? Так, 210 гигапаскальда, так, мегапаскальда 6 дәреже бар. Гега 9 дәреже ма? Чөт. Короче, біз мегапаскальға дейін ақпарымыз керек екен ғой. Сонда мынада 3 дәреже болса, әрине 9 дәрежеде болады екенбіз ғой, оның 9 дәрежесі, плюс 9 дәрежесі. Так, тағы бір 0 бар. Так, мындай қоясың, 0,001 көбейту 210 көбейту 10-ның 9 дәрежесі. Қараңдар, мына жерде 0,01 дегенмен 1 көбейту 10-ның неше дәрежеде басам болады? Минус 3 дәрежеде басам болады, дұрыс па? Көбейту тағы да 210 көбейтілген 10-ның неше дәрежесі болады? 9 дәрежесі. 9-дан көбейтіліп тұрған кезде 9 бен 3 алынып кетеді. Сөзден бәрі 6 дәреже қалады. Сонымен 210 мегапаскаль қалады екен. Сонымен бізде 210 мегапаскаль осы жауабында екен. Так, келесі есепке өтеміз. Дальтон заңы қолданылады дейді. Дальтон заңы қолданылады 3 атомды газ үшін, газ қоспасы үшін, 2 атомды газ үшін дейді, кез келген газ үшін, 1 атомды газ үшін. Біз жаттап алуымыз керек, Дальтон заңы тек газ қоспасы үшін ғана екен, осы жаттап алайық. Ешқандай 3 атомды, 2 атомды емес, 1 атомды емес, газ қоспасы үшін ғана жүреді екен. Келесі. Төбеге жаза берейінші мен, өткізгіштің дейді. Ай беріліпті, ай жазбайын, қанша дейді? 100 миллиа дейді. 100 миллиа. Так, писяны осырасайын. Так, одан кейін не беріліпті? Потенциалдар айырым беріліпті. Потенциалдар айырым қалай белгіленеді? Не қарайыншы? Бұл бізде мындай әрпен белгіленеді, 1,5 вольт дейді. 1,5 вольт дейді. Бізге нені табу керек? R табу керек екен. R-ді табу керек екен. Сонымен қандай формаға түседі? Бізден потенциалдар айырымын біз теңестіре басақ болады, U деп басақ болады, U ол кернеу бола береді. Сонымен I тең U бөлінген R, Ом заңына апарсақ болатын сияқты ғой. U бөлінген R. U бөлінген R. Дұрыс па? Осы жерден біз R табатын болсақ, U бөлінген не болады? I болады екен. Дұрыс па? Сонда U'мыз бізде 1,5 болды. 1,5 вольт болды. Вольт. Так, мынауымыз қаншаға тең болды? I-мыз 100 миллиа. 100 миллиамыз қандай болады бізде? 100 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі болады екен, Сонымен 100 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. Не жазайық? 100 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі дейді. Так, енді қараңдар, мына жерде 1,5 қайтадан өзі жазып қоямын. Дәрежемен жұмыста жүреді екенбіз. Бізде мына 2 нөлді алып кетеді, минус 3 дәреже, сонда жерде минус 1 дәреже қалады. Сонда мынауымыз 1-ді 10 минус 1 дәрежені көбейтсек, 0,1 болады, дұрыс па? 0,1. Так, басын ауыстырып жейін. Қараға ауыстырайыншы екен. Так, мына ұтырмен өтірді қысап тастаймыз. Сонда 15-ті 1-ге бөлсек, 15-дің өзі шығады екен. 15, жауап шықпай қалды, что-то. Ертең U бөлінген I. Дұрыс бөлдік па? 15, дұрыс жауап бар екен ғой, 15 Ом. 15 Ом. Бізде D жауабында екен. Мінекей. Так, келесі өтеміз онда. Газ разряды кезінде заряд тасымалдаушы бөлшектер дейді. Теория көп келіп жатыр бізде. Наурыз ұбыты, қаңтар ұбыты теория өте көп келіп жатыр. Теорияны максимально жаттап жүруіміз керек екен балдар.
газ разряд кезінде заряд тасымалдаушылар тек электрондар емес, оң иондар, теріс иондар және электрондарды ұстап тұрамыз. Оң және теріс иондар екеуі ғана болды. Оң иондар, электрондар жоқ, теріс иондар және электрондар, теріс иондар және бізде оң иондар, теріс иондар және электрондар деген жауап болады. Жаттап аламыз осыны, В жауабын деген. Келесі. Суретте көрсетілген серпелі маятникке ілінген массасы 2000 грамм шардың тербеліс периодын табыңдар дейді. Так, бізде периодтың формуласы қандай еді? Осыған байланысты, серпеліге байланысты тең 2π Burası m bölünген k. Дұрыс па? m bölünген k. Енді t тең орнына қойып шығамыз 2π түбірасты. Так, түбірасты. М'ымыз бізде 2000 граммымыз, ол получается бізде 2 килограмм болады. Дұрыс па? Неге айландырсақ? ХБ-ға айландырсақ, 2 килограмм болады. Так, m-нің орнына 2-ні қоямыз. Так, k-ның орнына 200-ді қояды екенбіз, К-мыз 200, мына жер жазып қойдым. 200 ньютон бөлінген метр, енді жазбай қойдым. Так, сонда қалай болады? Так, ішінен орындай береміз, мынаның ішінен. 2 мен 200-ді қысап бастайық. Сонда бізде 2π түбірасты 1 бөлінген не қалады? 100 қалады, дұрыс па? 100 қалады. И дальше кете береміз, калькулятор қолданбай, ұстап кете береміз. 2π. Так, мына 0-ді жоғарға қарай шығарсақ болады. Жоғарға 2-0 жоғарға жіберсек қалай болады? 0,0,01 болып болады, дұрыс па? Сонымен түбірастан шығатын кезде 1 0-мен айырылып шығады. 2π көбейту 0,1 болып шығып кетеді, дұрыс па? Сонымен 2-ні 0,1-ге көбейтсек қанша болады? 0,12 болады, 0,12 пи секунд болады екен. Ол бізде қайсы жауапты екен? В жауабында екен. Мінекей. Осылай шығарып кете береді екенбіз. Так, біздің запись жүріп жатыр, көріп қояйын. Так, сохранить қояйық. Запись жүріп жатыр ма екен? Записіміз жүріп жатыр. Жақсы. Так, запись жүріп жатыр екен. Жақсы онда, келесі есеп жалғасып кете береміз. Так, келесі есеп 8-ші есеп екен. Серпімді жіпті бойлай 30 метр секунд жылдамдықпен таралған дейді. Серпімді жіпті бойлай 30 метр секунд жылдамдықпен таралған бойлық толқынның тербеліс периоды дейді. Период беріліпті. 1,5 секунд дейді. Басын ауыстырып жіпті. Так, жылдамдық беріліпті. Жылдамдық қаншаға тең дейді? 30 метр секунд дейді. 30 метр секунд. Так, нені тап дейді? Толқын ұзындығын тап дейді. Толқын ұзындығын тап дейді. Так, қандай формулаға бар еді бізде? Осы неге байланысты? Толқын ұзындығы, тербеліс период қатысқан. Лямбда тең болады. В көбейтілген Т емес па? Кәдімгі кинематикадағы мына формула ұқсас қояды. С тең В көбейтілген Т деген. Дұрыс па? Осы формула ұқсас екеуі. Так, бұл мынаның орнына қоямыз онда. Лямбда тең болады. В-мыз қаншаға тең? 30-ға тең екен. 30. Т-мыз қаншаға тең? 0,15-ге тең екен. 1,0 қысқарып кетеді. Үш жердегі 5-15 болады жауап, 15. 15 метр болады екен. Ол бізде А жауабында екен. Так, келесі есепке өтеміз онда. Электромагниттік толқынға жатпайтын сәуле түрі дейді. Электромагниттік толқынға жатпайтын сәуле түрі гамма сәулесі жатады. Өте үлкен толқын болады. Бета сәулесін ұстап тұрамыз. Ультракүлгін сәуле жатады. Электромагниттік толқынға инфрақызыл сәуле жатады. Көрінетін жарық жатады. Бізде бета сәулесі. Бета сәулесі ғана осы электромагниттік толқынға жатпайды екен. Жаттап аламыз. Келесі, биіктігі 8 сантиметр дейді. Нәрседен жинағыш линзаға дейінгі арақашықтығы 20 сантиметр. Линзадан кескінге дейінгі арақашықтығы 15 сантиметр болса, кескіннің биіктігін табыңдар дейді. Биіктік дейді. Так, бізге сонда биіктік, мынандай формула бар еді ғой, сызықты улайтын. H бөлінген H тең болады F бөлінген Т-ға. F бөлінген Т, осы формулаға түсетін сияқты ғой. Так, сонда кішкентай H-мыз биіктік, ол бізде тура орнына қоя берейік. Бізге мына H-мыз табу керек сияқты ғой, міне. Кішкентай H-ның орнына біз 8-ді қоямыз, 8-ді қоямыз. Тең болады. F-мыз қаншаға тең? Кішкентай F-мыз. Так, бұл жерде қараңдар. Нәрседен жинағыш линзаға дейінгі арақашықтық дейді.
нәрседен жинағыш линзаға дейінгі арақашықтық шақырма сантиметр, линзадан кескінге дейінгі. Линзамен кескін ол бізде не емес па? F емес па, 15. Линзадан кескінге 15, дұрыс па? F-тің орнына қоямыз оны. Так, жинағыш нәрседен жинағыш линзаға дейінгі ол 20. Мына жерге қояды екен, D-ның орнына. Болды, осы қарапайым пропорцияны орнайды дегеніміз ол деген H таба саламыз. H табатын болсақ, так, қарама қарсы не көбейтіп тұр? 20, 20-нан сызып жүреміз. Так, жоғарыға 8 көбейту не болады? 15 болады екен. Так, осыны көбейтіп бөлсек, біздің жауабымыз шығу керек. Так, көбейтіп бөле салайық қазір. Калькулятор қолдана береміз. Өйткені рұқсат берген. Тесті, 8 көбейту 15 бөлу 20. 6 дейді. 6 жауап шығады екен. 6 сантиметр бізде А жауабында бар екен. 6 сантиметр А жауабында екен бізде. Міне оңай есеп екен. Бұл сызықтық ұлғайудың формуласы. Сызықтық ұлғайудың формуласы Г-дің берген. Осының H бөлінген H және G тең F бөлінген D деген екі формуласын қорытып шығарып алдым. F бөлінген D. Жақсы. Енді почергі монша болмай тұр, балдар. Өте өреміз. А 4G үдеуімен жоғары көтерілген. 11-ші есепті бітеміз. А 4G үдеуімен жоғары көтерілген зымырандағы масса 80 кг ғарышкердің салмағы дейді. Так, белгіндерін жазудың қажет жоқ екен. Мына формулаға түседі. Салмақ біз парфін белгіміз физикада. М. Жоғары деген сөзге назар аударамыз. Егер төмен болатын болса, осы жерде G плюс А болады, дұрыс па? Егер жоғары келіп тұр ғой, егер төмен болатын болса, мына жерге минус қоямыз. П тең. Мына жерге А тең 4G дегенге де назар аударамыз, Қазір оны айтамын. Сонда М 80 кг екен. 80 жақша. G-міз қаншаға тең? 10-ға тең. 10 плюс қараңдар, осы жерде А-ның орнына қоятын кезде біз мұқият боламыз. А тең 4G-ға тең дейді. 4G деген не ол? 4 көбейту 10 деген сөз, дұрыс па? G-ның мен 10-ға тең ғой. 40 деп аламыз, сонда, 40. Сонымен 10-ға 40-ты көбейтсек, қоссақ 50 болады. 50-ді 80-ге көбейтсек, 5 жердегі 8-ім 40, анамен 400 болады екен, 4000 болады екен, 4000 ньютон болады екен. Мұны қарапайым осы формуламен шығады екен, 4000 ньютон. Келесі есеп өтеміз онда. Так, температурасы 300 кельвин зат мөлшері дейді. Так, не беріліп жазылайшы? Температура берілген 300 кельвин дейді. Мөлшері 2 моль дейді. Зат мөлшері беріліпті. 2 моль дейді. Так, изобарал ұлғайып 830 жоуль жұмсақталған. А беріліпті. А қаншаға тең дейді? 830 жоуль дейді. Жоуль дейді, универсал газ тұрақтысы беріліпті. R беріліпті. Жазбай қойын мәніне. Бізге нені тап дейді? Пайыздық ұлғаюының пайыздық мөлшері. Газ көлемі деп тұр ғой. Көлемді сұрап отыр екен. Так, көлемге қатысты қандай формулалар бар еді бізде? А тең ПВ деген формула бар еді, ПВ. Бұл нерді 3 бұрыш қылып қоямыз, өзгермелі деген сөз. Как раз осы 3 бұрыш вон табуымыз керек екен ғой біз, мына. Осы 3 бұрыш вон табу үшін, өзгермелі көлем табу үшін біз не істейміз? П астына түсіп кетеді, А жоғарыға шығады, дұрыс па? Так, осылай болады екен. Енді бізге сұрақ туындайды. П-ны тауып алуымыз керек. Помните, мынандай формула бар еді. А тең ПВ алатын болса, мынандай формула. А тең нью Р Т деген формула бар. Естеріңде ме? Осы жерде А-ның орнына біз ПВ-ны қоя саламыз. Өйткені А тең П көбейтілген Б, қысым көбейтілген көлемге деп тұр ғой. Сонда тең дейміз да. А-ның орнына ПВ-ны қоямыз. Сонда ол нью РТ-ға болады. Нью РТ-ға. Мына екеуін бөлек формула болып кетті. Бөлек қойын, бөлек формула. ПВ тең нью РТ-ға болып кетті. Мына бізде В-ның кейін көлем балдар. Бізде мына жағын тапқысын табуымыз керек. Осы жерден біз қазір не істейміз? Ойлану керек. Бізде жұмыс бар уже. Мына П-ны не істеуіміз керек, тауып алуымыз керек екен. Так, осы жерден түрлендіреміз формуланы, мына жаққа жүрейінші. П-ны шығаратын болсақ, так, бөлшек кетті, қасында көлем астына түсіп кетеді, дұрыс па? Жоғарға нью РТ болады екен. Болды, осылай түрлендіріп алдық. Енді біз осыны алып келеміз да, так, осыны алып келіп, қайсыны орнына қоямыз? Мына жерге қоямыз,
Так, сонда А бөлінген. Так, new RT. И мына астындағы бар ғой, мына В бар емес пе, жоғары көтеріліп, мына қасына көтеріліп кетеді. Мына астына түседі ғой бәрі. Мына қасына келеді. Кейінгі біз. Ол бәрі бізде мәні жоқ, Так. Дұрыс жаздым ба, боялып кетті жата. Ну, осылай болады екен. Так, енді орнына қойсақ, енді біздің есебіміздің жауабы шығу керек. 100% деген бар. Бізде пайыздық мөлшер деп тұр ғой. Бәрін тауып алғаннан кейін біз 100% көбейтеміз. Ну, енді есептей берейік, соны көбейте саламыз, А бізде қаншаға тең? 830-ға тең екен. 830-ға тең. Ньюмыз қаншаға тең? 2-ге тең. Так, көбейту. R-мыз қаншаға тең? 8-де 31-ге тең. Көбейту. T-мыз қаншаға тең? Бізде 300 кельвинге тең екен. 300 кельвинге тең. И осыны көбейтеміз, кейін шыққанын 100%-ға, дұрыс па? Пайыз мөлшерді табуымыз керек қой екен. Так, көбейтіп бөлейікші екен. 830 бөлу 2 бөлу 8-де 31, оны бөлеміз 300-ге. Так, 0, 16, 6, 6 кетіп жатыр, И осыны көбейтеміз 100-ге. 16, 6, 6 кетіп жатыр, И ол жоқтап біз 16, 6, 6-ны біз жоқтап 17% басақ болатын сияқты, Так, дұрыс па? Так, 17% деп аласамыз. Өйткені бізде 16 үтір неше кетіп жатыр? 6, 6 кетіп жатыр. Жоқтап біз 17% деп алсақ болады екен. Ол бізде С жауабында екен, Жақсы, келесіде көтеміз онда. Так, суреттегі электр тізбегінде дейді, кернеу берілген. R1 3 Ом дейді, R2 6 Ом дейді, R3 20 Ом. Осы тізбектегі жалпы ток күшін табу керек. Так, бізде ток күшінің формуласы қандай еді? Осы неге? Кедергі байланысты I тең U бөлінген RF, дұрыс па? U бөлінген RF. Енді бізде кедергілер көп мына жерде. Біз бұны қазір бір неге келтіріп алуымыз керек, жүйеге. Мына R1 мен R2-ге қарасақ, мынаған R1 мен R2-ге қарасақ, бұлар бізде параллель жалғанып тұр екен. И потом мына жаққа келіп тізбекте жалғанып кетеді екен, бір жүйеге келеді екен. R1 мен R2-ні бөлек есептеп аламыз. Осы жерден біз бір R жалпын тауып аламыз, Так, қысқа формуланы қолдан жүреміз. R1 көбейтілген R2, мына екеуіне байланысты, бөлінген R1 қосылған R2. Так, R1-міз қаншаға тең бізде? R1-міз 3-ге тең екен. 3 көбейту. R2-міз қаншаға тең? 6-ға тең ба? 6-ға тең екен, дұрыс па? 6-ға тең. Так, R1 плюс R2. R1 плюс R2. Так, 3 қосу 6 болады, асы дұрыс па? 3 қосу 6 болады. Дұрыс болды ма? Дұрыс болды. 3 жердегі алтын бізде 18 бола ма? 18 болады, дұрыс па? 18. 3-ге алтынны қоссақ 9 болады. 18-ді 9-ға бөлсек, не шығады? 2 шыға ма? 2 Ом шығады екен. И бізде мына жерде жалпы мына екеуінен бізде 2 деген Ом деген не шықты. И потом бұл мына жаққа барады да, мынамен тізбектей жалғанып кетеді, R1 таптық. Енді біз R2-ні тауып алайықшы. R2-ні табатын болсақ, бұл жер тізбектей кетеді екен. R1-ге қосамыз R3-ті. Жаңа не? R1-міз бізде 2 шықты. И қосу R3-міз бізде қаншаға тең? 20-ға тең, дұрыс па? 20-ға тең. Мына жерде 20-ға тең деп тұр, Так, 22 болады сонда, дұрыс па? 22 Ом болады екен. Сонда дұрыс болды ғой, Дұрыс болды. Біз жалпы R жалпыны таптық енді. Енді апарып біз мына формулаға қойсақ болады. I тең U бөлінген R деген, U-мыз бізде қаншаға тең? 220-ға тең. 220-ға тең. R-мыз қаншаға тең? Жаңа жалпы нені аламыз? 22-ге тең болды, дұрыс па? 22-ге. 220-ны 22-ге бөлетін болсақ, қанша болады? 10 бола ма? 10 болады екен. 10 А. Ол бізде қай жауапта екен? В жауабында екен. Все, осындай есеп екен. Келесі есеп өтеміз. Так. Сен осырып өшкен. Бақылаушы найзағай жарқылынан кейін дауысын 2,5 секунд уақыттан соң естіді дейді. Бақылаушы найзағай болып өткен жерге дейінгі қашықтық дейді. Дыбыс жылдамдығы осындай дейді.
Енді бізге сұрақ туындап жатыр да. Барды қайтты деген нәрсе болады иә. Бұл жерде бірақ бақылаушыдан найзағай болып өткен жерге дейін қашықтықны сұрап отыр. Қайтқанын сұрап жатқан жоқ екен. Онда біз мына формулаға қоя саламыз, қарапайым. S тең V-ға қоя саламыз ғой иә. V көбейтілген T. Қашықтық па? Дұрыс болды. S тең болады. V-мыз қаншаға тең? V-мыз бізде 340 екен мынау. 340 метр секунд көбейту 2,5 секунд деген. 2,5 секунд. Болды, 340-ты 2,5-ға көбейте салады екенбіз ғой. Оңай екен, так. 340 көбейту 340 көбейту 2,5 дейді. 850 болады екен. 850 метр болады екен жауап, иә? 850 метр болады екен жауап. Бұл бізде В жауабында тұр екен. Я қарапайым ғана есеп екен. Просто біз жаңылысып қалмауымыз керек. Барып қайтуы болатын болса, формуланы түрленіп кетеді басқаша болып, иә. Бізде тек қана болып өткен жерге дейін қашықтық қана сұрап жатқан екен. Біз осы қысқа формулаға қоя салдық. Келесі. Жарықтың ауадан түсу бұрышы 45, ал сыну бұрышы 30 болса, жарық жылдамдығын табыңдар дейді. Енді біз мына формулаларды білуіміз керек ол үшін. N тең синус альфа бөлінген синус гамма, сыну болып гамма, және екінші формула N тең С бөлінген В деген формуламыз бар, дұрыс па? Ол осы екі қарапайым ғана формуламен шығады екен. Давайте бірінші біз мына жерден мына N тауып алайық, бірінші жақтан, иә. Одан кейін мына екінші жерге өтеміз. Так, N тең синус альфа, ол бізде 45 градус болып тұр ғой, иә. Давайте синус 45 градус бөлу синус 30 градус деп аламыз, иә. 30 градус деп дұрыс па? Синус 45 градуста түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең, дұрыс па? Так, енді астын ауыстырып жүрейік. Так, асты мен үсті баратына көбейтіліп, мынау 1-дің қасына келеді, дұрыс па? Сонда түбірасты 2 көбейтілген 2 болып қалады мына жағымыз. Мынау астына түсетін болса 2 болып қалады екен. 2 мен 2 қысқарып кетеді. И түбірасты 2 қалады екен, дұрыс па? Так, біз N тауып алдық қазір мына N-ді. Енді мына екінші формулаға келеміз. Осы жерден бізге жылдамдық табу керек болады. Жылдамдық тең болады. Жылдамдық табатын болсақ, С бөлінген N болады, дұрыс па? С бөлінген N болады. С жарық жылдамдығы беріліп болған бізде 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі дейді. Метр бөлінген секунд дейді. Так, N-мыз қаншаға тең? Жаңағы түбірасты 2-ге тең, дұрыс па? Түбірасты 2-ге тең. Түбірасты 2-ден бізден 1-де 4 шыға ма? Сонда, 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі бөлу 1-де 4 бірнәрсе кетеді. 1-де 4 деп ала берейікші. Кәдімгі бөліп жүрейік, жауабымыз шығу керек примерно. Так. Так, калькуляторымыз қайда? 3 бөлу 1-де 4 дейді. 2 1 дейді. Дұрыс келді, 2 1 1 2 кете береді екен. Жуықтап біз 2 12 деген жауап келетін сияқты бұл жерде. 2 үтір 12 көбейтілген 10-ның неше дәрежесі? 8 дәрежесі болады екен. Так, метр бөлінген секунд деген. Ол бізде С жауабында тұр екен. Так, қалай бола ма есеп? Нормально, так, келесі 16-шы есеп. 0,6 секунд жылдамдықпен қозғалған электронның импульсы дейді. Так, не берілген? Мына жерде жылдамдық берілді. Одан кейін жылдамдық бізде ол қаншаға тең дейді? 0,6 көбейтілген С-ға тең дейді. Қағандар М мен С беріліп қойыпты. Бізге нені тап дейді? Импульс тап дейді. Енді әдетте бізде дене импульсінің формуласы қандай еді? О тең М көбейтілген В, дұрыс па? Так, енді бізде тура орнына қойып кете береді екенбіз ғой, болды ғой, иә. М-мыз қаншаға тең деді? 9,1-ге тең. Көбейтілген 10-ның неше дәрежесі? Минус 31 дәрежесі. Так, басын ауыстыра салайыншы. Так, көбейту. Енді В-да 0,6-ға тең. 0,6
и көбейту мына жерде с деп тұр, көрдіңдер ма? Көбейту с деп тұр. Осы жерден мына с-ның орнына 3 көбейту 10-ның неше дәрежесі деп аламыз? 8 дәрежесі деп аламыз. Так, осы амалдарды орындаймыз енді. Так, 9-да 1-ді көбейтеміз. Так, 9,1-ді көбейтеміз 0,6-ға и 10 көбейтеміз 3-ке. 16, 3. Стоп. Тұратындар. Тең м ба. Соны 3-ке тең, дұрыс па? Неге шықпай алдым? 0,6 деп алдық, көбейту с. Дұрыс қой? 9,1 көбейту 0,6 көбейту 3. Электронның импульсы дейді. Дұрыс орындадық қой бәрі. 6-да 8 шығып жатыр. 1-де 6 деген жоқ мына жерде. 0,6 көбейту с. 0,6 көбейту с. И мына квадраттап алуымыз керек екенбіз, жарғы жылдамдығын. М ба дұрыс па? Импульс формуласы, М ба. Так. Давайте мынаның несін алсақ. 31-ден аламыз нешті? 8-ді. 23 дәреже болуға деген. 23 дәреже. Бізде 22 дәреже екен. 9,1 көбейту 0,6 оны көбейтеміз 3-ке, дұрыс қой? 1,6 8 дейді. Мен мына жерде мынаны былай істеп көрейінші. Бізде жарық жылдамдығын квадратын аламыз белі, бірақ оны асақ дәрежеміз күрт төмендеп кетеді ғой. То тең м көбейтілген в. Қозғалған электронның импульсы дейді. Жоқ, дұрыс па? Барлығы дұрыс. Не болды мына жерде? Қозғалған электронның импульсы дейді. М ба. Или М бұның өзін алсаңыз ба? М бұның өзін алсақ қалай болады екен? 9-да 1-ге 0,6 көбейтесіз. 9,1 көбейту 0,6. 5-те 4 дейді. Жоқ қой. Көбейтеміз. 9-ға. Так, мына жерде барлығы дұрыс балдар. Барлығы дұрыс. Осы формулаға түседі. Ең жақын жауапты аламыз енді. 1-де 2 дегенше. 1-де 2, 1-де 16 бір өтіріп бері қарай жылжитын болса, 8 бен 31-де 23 қалады. Жаңа бір өтіріп бері қарай жылжитын болса, 22 дәреже болады, минус 22 дәреже. Килограмм көбейтілген метр секунд деген. Шуқтап алға дегеніміз ол жауабы. Бұл осындай есеп екен. Келесі. Суретте вертикал жоғары лақтырылған дененің қозғалыс траекториясы көрсетілген. Дененің лақтырылған мезеттен бастап есептегенде В нүктесіндегі жылдамдығы дейді. Мына жерде суретте бәрін көрсетіп қойыпты. Жалпы биіктік 50 метр екен, бірақ бізде В нүктесіндегі нені сұрап жатыр? Жылдамдығын сұрап жатыр. Бастапқы жылдамдығы жоқ, демек бізде кейінгі жылдамдықты табатын формулаға қоя салатын сияқтымыз ғой мына жерде. Ол қандай еді бізде? В тең v квадрат тең, v квадрат тең 2g h деген формуламыз бар. Сонда v квадрат тең болады 2 көбейту g-міз 10-ға тең. Енді бізде мына кішкентай h-тың биіктігін v нүктесін сұрап отыр ғой. Ол бізде қаншаға тең? 15-ге тең. 15-ге тең болады екен, дұрыс па? Сонымен 2-ге 10 көбейтсек 200, 200-ді 15-ге көбейтсек 300 бола ма? Ой, тоқта. 20 болады. 2-ні 10-ға көбейтсек 20, 20-ны 15-ге көбейтсек. Так, 20-ны 15-ге көбейтсек 300 болады, дұрыс па? 300 болады. Енді біз
түбірасты аламыз, дұрыс па? 3 деп. Сонымен. Так, дұрыс екен. Так, запись жүріп жатыр, болды, осылай кетеді екен. Түбірасты болады екен, мынауымыз. Түбірасты 3-ден не шығады бізде? Так, түбірасты 3-ден көресіздер қазір. Түбірасты 3-ден не шығады? Так, 17-3 дейді. 17-3 шығады екен. Бар екен жауапта бізде. Жұптап 17-3 метр бөлінген секунд деп алады екен. Ол да жауабым деген. Келесі өтеміз. Ұзындық берілген. Так, ұзындық беріліпті. Ол бізде қаншаға тең дейді? 10 сантиметр дейді. 10 сантиметр. Аудан беріліпті. 1/4 дейді. Так, басынан сұржайын. 1/4 дейді. Жылдамдық берілген дейді. Жылдамдық. Болғай бізде дұрыс бол, 10 өлшем бірлігін қараңдар, миллививер секунд дейді. Ол жерде бір әңгіме бар, миллививер секунд дейді. Так, ток күшін табу керек. Ро берілген. Нені тап дейді бізге? Ток күшін тап дейді. Так, 10 сантиметріміз қанша болады? 0,1 метр болады, дұрыс па? 0,1 метр болады. Мынауымыз 10 көбейтілген 10-ның неше дәрежесі болады? -3 дәрежесі болады, дұрыс па? Вивер болады, Так, қайсы формула қоямыз? Ток күшіне байланысты формула. Не қажет ешкім? I тең, бұндай формула береді ғой, E бөлінген R деген, R табу бізге қиын емес мына жерден, меншік кедергіні табатын R-ның формуласы болады. R тең ρ L бөлінген S деген формула береді, дұрыс па? Осы формулаға қойып R табу азақ болады. Ромыз қаншаға тең? 2/8 көбейтілген 10-ның неше дәрежесі? -6 дәрежесі дейді. Көбейтілген L-ымыз қаншаға тең еді? L-ымыз 0,1 метрге тең екен. Так, бөлу. S-ымыз қаншаға тең? S 1/4 миллиметр квадрат дейді. Мұнан айландырмаппыз ғой біз. 1/4 миллиметр квадрат дейді. Сонда 1/4 көбейтілген 10-ның миллида 3 дәреже бар, квадратымен екі жердегі 3-ім 6 бола ма? -6 дәреже болады, дұрыс па? 6 дәреже болады. Сонда 1/4 көбейтілген 10-ның -6 дәрежесі болады екен. Так, осыны есептейміз енді. 10-ның -6 дәрежесімен басын ауыстырайын. 10-ның -6 дәрежесімен 6 дәреже қысарып кетеді, ондармен қосылып, дұрыс па? Так, 2/8-ді. Так, 2/8-ді көбейтеміз 0,1-ге, оны бөлеміз 1,4-ге дейді. 0,2 шығады екен жауабы. Яғни мынауымыз нешеге тең болады екен? 0,2 омға тең болады екен. Так, енді біз R тауып алдық. Енді бізге E керек, E деген әріп керек. E деген ол бізде формуласы бар ғой, фи бөлінген Т деген, дұрыс па? Фи бөлінген Т, немесе N-фи бөлінген Т, фи бөлінген Т деп келетін. Как раз мына өлшем бірлігіне қарасақ, мына вевер бөлінген секунд. Мынаның өлшем бірлігі. Вевер, мынаның өлшем бірлігі секунд. Дәл осы мынаған тең. Мынауымыз мынаған тең деп тұр. Болды, сонда мына E-нің орнына біз как раз мына 10 миллививерді ала берсек болады екен. Сонда мына E-міз, мынау E емес былай екен. E-міз қаншаға тең екен? 10 көбейту 10-ның неше дәрежесіне тең екен? -3 дәрежесіне тең екен. Осы ала берсек болады екен. Так, қайсы формула қоямыз енді? Мынау төбедегі формула қоямыз, Так, сонда E-міз қаншаға тең болды? 10 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесіне тең болды. Бөлеміз, R-ымыз қаншаға тең болды? 0,2-ге тең болды. Так, дейміз да, мынаның 1 0-мен мынаны қысарып бастаймыз. -2 дәреже қалды сонда.
минус 2. Сонымен 10-ды 2-ге бөлсек 5 болады. 5 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі дейді. Бар ма? Бар екен. 0,05 болады көбейтсек, 0,05 а болады екен. Бұл қайсы жауап деген бізде? С жауабы деген. Нормальный есеп екен, 18-ші есепте нормальный есеп екен. Келесі. 19-ші есеп дейді. Әсерлік мәні берілген. Және де актив кедергі беріліпті. Ток күшінің амплитудасы беріліпті. Индуктивті кедергінің мәні беріліпті. Давайте бірден формуланы жазып алайық. Z тең турасты. Так, қандай формула еді? Z тең R квадрат минус индуктивті кедергі болатын болса XL квадрат болмай ма? Дұрыс па? Болды, все, осындай формула сияқты еді ғой. Басын ауыстырып жіберші. Қарап қойайық. Осы формула екен, Так, осы жерден бізге индуктивті кедергіні шығарып алу керек екен ғой. XL-де. Сонда дейміз да. XL тең болады. Тағы турасты ашамыз. Z-міз мына жерге келеді бұл кезде. Квадрат R-дің квадраты деп ала сал дегенбіз ғой. Болды. Z табу үшін біз не істейтінек балдар? Дұрыс кетіп жатыр ғой. Z табу үшін мындай формула береміз. I тең U бөлінген Z деген, осы не дейді? U бөлінген Z. Бұл жерден Z табу асыламыз, Z тең болады. U бөлінген I болады. U бөлінген I болады. Енді бізге мына жерде ток күшінің амплитудасы беріліп қойыпты да. Сонда біз жалпы ток тауып алу үшін бөліп қойыңызшы. Так, басын өсіршін. Так. Мына I тауып алу үшін не істейміз? Мындай формула бар ғой. I әсерлік бөлінген турасты 2 деген, осыған қойып тауып алады екенбіз. Әсерлікке біз қайсыны аламыз? Әсерлікке әрине амплитуданы аламыз, 17-ні аламыз, дұрыс па? 17 бөлу турасты 2 болады сонда. Турасты 2. Турасты 2-ден 1-де 4 шығады, 17-ні 1-де 4-ке бөліп жібереміз, Так. 17-ні бөлеміз 4-ке. 12 1 кете береді екен. 12 1 12-де 1 деп алсақ. 12-де 1 А деп алсақ, Так, бұл біз ток күшін тауып алдық. Енді апарып мынаны орнына қоямыз. Уымыз қаншаға тең бізде? Кернеуіміз 220-ға тең, дұрыс па? 220-ға тең. Бөлеміз I-мыз қаншаға тең болды мына жерде? 12-де 1-ге тең болды, дұрыс па? 12/1-ге тең болды. Тең. 220-ны 12/1-ге бөлеміз енді. 220-ны бөлеміз 12/1-ге. 18-де 1. 18-де 1 дейді. 18-де 1. 10 болады екен, 10 деп қойдық. Так, Z тауып алдық. Болды, мына формула келіп қойды. XL тең болады. Так, турасты жақшаға ашамыз. Z-міз қаншаға тең болды? 18/1 көбейтілген 18/1-дің дәрежесі болады, алынған. R квадрат бұл 5-тің квадраты. 5-тің квадраты болады. Так, сонымен 18-дің квадратынан 5-тің квадратына алып тастайды екенбіз. 5-тің квадраты 25 болады, 18-дің квадратына есептей саламыз. И турастан шығарамыз, дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс. 18/1 көбейту 18/1. 327-де 6 шығады екен, мынауымыз. 327-де 6. Жазасақ. Так. 327-де 6 алынған 25 болады, дұрыс па? Енді осыны алып турастан шығарамыз, мынау. Так.
327 де 6 ақыл 25. 15 17 болады екен. 15 17. Енді түбірастан шығаратын болсақ, 15 17 түбірастан шығаратын болсақ, примерно жауабы 5-10 деген жауап келеді екен. 4-9 несе шықты. Примерно 5-ке келеді деген жауап. 5-10 деп алсам жуықтау. Бұл бізде Е жауабында тұр екен. Жақсы, келесі деп өтеміз. Так, фотон импульсы берілді. Импульс қандай ол бізде? 2 көбейту 10-ның дәрежесі минус 27 дәрежесі дейді. H планк турасы берілген. H берілді. Нені тап дейді бізге? Толқын ұзындығын берді. Так, формуласы қандай еді? Бұл тең H бөлінген лямбда емес пе де? Осы жерден бізге толқын ұзындығын таба салу керек екен ғой болды. Толқын ұзындығы тең болады сонда H бөлінген тау болады, дұрыс па? Все. 6-63 көбейтілген 10-ның дәрежесі 34 дәрежесі дейді. Бөлу бұнымыз қаншаға тең? 2 көбейту 10-ның дәрежесі 27 дәрежесі дейді. Так, бөле саламыз болды. Нақты бөле салайық, не шығатын, Так, 6-63 бөлу 2. 3, ну, примерно 330 шығады деген ғой. Так, 34, 27. Алып тастаймыз, дәрежелер алып келеді. 34, алу, 27. Так, дұрыс болады. Так, сонымен жауап примерно мына екеуі ұқсап келеді да. 7 дәреже қалады мына жерде, минус 7. Өтір жүріп барып, халық сандармен қосылып 330 шығады деген жауап, 330 нанометр. 330 нанометр. Өйткені минус дәреже, 2 дәреже қосылады да, нано шығады. Нанода минус 9 дәреже бар. Түсінді қоя аласыз депті. Так, келесі. Контекст келді. Контекст қара жәшік, бұл енді қаңтар роботта да көп келді бізде, Осы қара жәшікті қазір бірге шығарып тастайтын боламыз, Енді біз назар аударуымыз керек екен мына есепте. Неге назар аударуымыз керек? Кернеуге назар аударуымыз керек. Сіз қойын, кернеуге. Одан кейін, так, бірінші және шығыс клеммалары арқылы жалғанғанда амперметр 2А, біріншісінде 2Аға тең болған, наға назар аударамыз мұны. Одан кейін екіншісінде 1Аға тең болған екен, наға назар аударамыз. Мен және меншікті кедергі беріліп болған екен. Бірінші жағдайдағы реостаттың кедергісі дейді. Бұл кедергіні анықтаудың формуласы қандай бізде? R тең U бөлінген I, дұрыс па? R тең U бөлінген I. U'мыз қаншаға тең бұл бізде? 12-ге тең. 12-ге тең. Айымыз, бірінші жағдай бойынша ол 2-ге тең болып тұр мына жерде, 2-ге тең. 12-ні 2-ге бөлсек бізде 6 шығады екен. 6 10. Ол бізде қайсы жауапта? С жауабында екен. Келесі екіншісін көрейік. Екінші жағдайдағы реостаттың кедергісі. Тура осы формула. R тең U бөлінген I болады. Так, U'мыз қаншаға тең? Бұл жерде де 12-ге тең болды, дұрыс па? 12-ге тең. Айымыз екінші жағдай бойынша қаншаға тең еді? 1-ге тең еді. Қайдадан бізде не шығады? 12-ні өзі шығады, дұрыс па? 12 10. Д жауабын тұр екен. Келесі. Нехром сымның көлденең қимасының ауданы дейді. Енді біз формула пайдаланамыз бұл жерде. Қандай формула? R тең ρ L бөлінген S деген формуланы пайдаланамыз. Бұл жерде біз S табатын болсақ, аудан сұрап отыр өткен, ρ көбейтілген L бөлінген астына R түсіп кетеді. Так, дұрыс болды, ромыз қаншаға тең? Орнына қоямыз. S тең
F1 көбейту 10 минус 6 дәрежеге тең екен. Көбейту L-ымыз қаншаға тең болды? L ұзындығы 30 метр екен, 30-ға тең екен. Так, енді келесі R-ымыз. Енді бұл жерде біз бір ғана R-ді алмаймыз. Жаңағы бізде 6, одан кейін екіншісінде 12 шықты ғой, 12-ге 6-ны қосамыз, сонда 18 болады, дұрыс па? 18 жалпы келерден аламыз. Так, болды, осыны көбейтіп бөлсек біздің жауабымыз шығады екен. 30-ды бөле аламыз 18-ге. 30 бөлу 18. 1/6 деп шығады екен, 1/6, 6, 1/6 дәреже, 10-6 дәреже деген іздейміз. 6. Мына Е жауабында тұр екен ғой, 6 1/6 көбейтілген 10-ның неше дәрежесі болады? Минус 6 дәрежесі. Бұл бізде Е жауабында екен. Келесі. Нехром сымның диаметрі дейді. Бізде ауданды табу үшін S тең PR квадрат деген формуланы қолданамыз, дұрыс па? Бұл жерде так, қалай болды? Сымның диаметрі. Радиусымыз мынандай емес пе еді? Диаметрдің 2 қатынасына, осындай емес пе еді? Аха, D бөлінген 2-ге тең болады. Бұл D бөлінген 2-ні апарып, мынаның орнына қояды екенбіз ғой сонда. Сонда S тең P D квадрат 2-ні 4 түседі астына, дұрыс па? Болды, осылай кетеді екен. Енді бұл жерден D квадратта шығарайық қазір. D квадрат шығарайық мына жаққа. Так, бұл кетті, P астына түсіп кетеді. Жоғарыға не шығады? 4S шығады, дұрыс па? 4S шығады. 4 көбейту, S-іміз қаншаға тең? S-іміз қаншаға тең болды жаңа? Көресінші, S қаншаға тең болды? 1/6-ға тең болды ғой. 1/6 көбейту 10-6 дәрежесі. 1/6 көбейту 10-6 дәрежесі тең болыпты. И бөлу Пи бізде 3/14-ге тең. Дұрыс па? Так, көбейтіп бөліп тұбырастан шығарамыз. Өтеген D квадрат деп тұр ғой. 4 көбейту 1/6 бөлу 3/14. 2,03 шығады екен. 2,03 шығады екен. Так, 2,03-тен, 2-ден бізде тұбырасы 1/4 шығады екен ғой. 2-ден асық сан шығып алғаннан кейін. Былай істейікші. 2,03 шығады екен, 2,03 шығады екен. Тұбырасты қаламыз балдар, неге? Себебі D-ның квадраты бар мына жерде. Сонымен бізде жауап 1/5 шығады екен, 1/5 миллиметр. Ол бізде қайшы жауап екен? С жауап тұр екен. Келесі. Екі жағдайдағы реостат сымдарында бөлінетін жылу мөлшерінің қатынасы дейді. Екі жағдайдағы реостат сымдарында бөлінетін жылу мөлшерінің қатынасы. Яғни Q2-ның дейді, Q1-ға қатынасын табыңдар дейді. Так, біз ізденеміз, жылу Джоуленс заңында жылу мөлшеріне байланысты қандай формула бар еді? Осы біздің контексттегі есепке сәйкес келетін аламыз, яғни мына формуланы алып кетсек болмай қалады. Q тең I квадрат R көбейтілген Т деген формуласы бар ғой, Джоуленс заңы. Бұны ала алмаймыз уже. Наоборот, Q2-ге U2 так U квадрат квадрат Т бөлінген R бөлшексек R2 астына түседі, дұрыс па? И Q1-дің орнына, мен былай сосып қояйын, Q1-ның орнына тоже қоямын, көбейту U квадрат 1 Т1. Астына R1 астында R1 түседі ғой, мынауымыз, мына R1-іміз. Ол көтеріліп жоғарыға шығып кетеді мына жаққа қарай. Түсіндік қой осы нәрсені? Мынауымыз көтеріліп жоғарыға шығып кетеді. Так, қайда кетті біздің неміз? Мына жаққа шығып кетеді екен, R1 болып. Так, дұрыс болды ғой, сонымен ұқсас нәрселерді қысқартып тастаймыз енді. U квадрат пен U квадраттылар қысқарып кетеді бірдейлер, сонда бізде R1 бөлінген R2 қалды. R1-іміз қаншаға тең еді жаңа? 6-ға тең, дұрыс па? Бірінші мәнде 6-ға тең болды, R2-іміз 12-ге тең болды. Бұл екі тоже қысқарады, сонымен бізде 2-ден 1.
2-ден 1 болады екен. Жауап бізде 2-ден 1 деген жауап С жауабын тұр екен. Осылай шығарады екенбіз, келесі есепке өтеміз онда. Сізге бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар беріледі дейді. Кинетикалық энергиясы 9 джоуль, импульсі 3 килограмм, дененің массасы. Қызық есеп екен, 2А беріліпті, қаншаға тең дейді? 9 джоульға тең дейді. Одан кейін импульс берілген, қаншаға тең дейді? 3 килограмм көбейтілген метр секундқа тең дейді. М тауып көреген. Сұрақ белгісі қойылды. Енді бұл екі формуланы байланыстыратын қандай формула бар бізде? Дене импульсini 2К тең М квадрат бөлінген 2 емес пе біздің формуламыз, кинетикалық энергияның. Енді осыған біз дене импульсінің формуласын байланыстыруымыз керек. М көбейту В деген формуланы, дұрыс па? Енді осы жерден мына В-ны табатын болсам, не болады? М астына түсіп кетеді, жоғарыға П шығады, дұрыс па? Болды, осы П бөлінген М-ді мен мына жерге апарып қоямын, мына жерге. Асын сіз білесіз бе? Мына В квадраттың орнына апарып қойым керек болады. Сонда асықпай апарып орнына қояйық екен. Қарап басталайын. 2К тең болады. Қалай болып кетті? 2М болып кетті ма сонда? Тұра берсін олай. М В квадрат, П квадрат болады, орнына қойған кезде, дұрыс па? И бөлшек астына тағы М квадрат астына түсіп кететін. М квадрат. В квадраттың орнына қойып отырмыз, онан алып барып мынаны қойып отырмыз, сонда М квадрат X қасында тұрады, дұрыс па? Сонда мына М мен мына М қысқарып кетеді, 1М болады орында. Сонда бізде мындай болып қалады екен ғой. П квадрат 2М болып қалады екен. Міне формула түрленіп шықты, қайтадан қызыл басын алайық. Бізде формула түрленіп қорытылып шықты. 2А тең П квадрат бөлінген 2М деген формуламыз қорытылып шықты. Осы жерден бізге как раз енді массаны шығарып алу керек болады, М-ді. Дұрыс па? М тең, сызылады. 2 астында қала береді, орында көбейтіліп тұр өткеніне. Қасына 2А келеді, 2А. И жоғарыға П квадраттың өзі тұра береді екен ғой, П квадрат. Ол сан мәндерін орнына қоямыз енді. П квадрат бізде қаншаға тең? П квадрат. П-мыз бізде 3-ке тең екен ғой, міне 3 килограмм деп алған екен ғой. Сразу алсамыз 9 деп, дұрыс па? 9-ға тең ғой. 9. 2К-мыз қаншаға тең? 2К-мыз тоже 9-ға тең екен. Көбейту 2 бар екен. Сонымен мына екеуі қысарып кетеді да, 9 пен 9. Сонымен 1/2 қалады. 1-ді 2-ге бөлсек 0,5 болады, дұрыс па? 0,5 килограмм болады екен жауап. Біздің неміз 0,5 килограмм. Ол бізде G жауабында бар екен. Одан кейін 500 граммда келеді екен, 500 граммда 0 килограмм байландырсақ 0,5 болады екен. Міне осындай есеп екен. Қызық есеп екен бірақ, келесі. 2 атомды идеал газдың ішкі энергиясын есептеуге болатын өрнек дейді. 2 атомды, міне 1 атомды, 2 атомды деген сөзге назар аударамыз, Бізде 1 атомды деп келетін болса, 2, 3 болып келеді, дұрыс па? 3 бөлінген 2 деп келеді, Енді 2 атомды дейтін болса, 5 бөлінген 2 деп келеді көбінесе, дұрыс па? 5 бөлінген 2. Осындай жауап 5 бөлінген 2 мен келетін жауаптарды іздейміз қазір. 5 бөлінген 2 нью-эрта Д жауабында келіп тұр екен, 2 атомды болғаннан кейін Д жауап келеді, бірінші жауап бар. Одан кейін қайсы жауап бар? П ба? Мынау 1 атом болып кетеді. Қағандар что-то А жауап келетін сияқты ғой, тең ПВ деген, жұмысқа деп. А жауабы келетін сияқты. 2 жауап екен, келесі.
егер R5 5 Ом сурет бойынша тізбек жалпы кернеуі дейді. Осындай мына суретке қарап шығаруымыз керек екен мына есепті. Так, R-ларымыз 5 Омнан екен. Давайте мынаның үшін біз қазір мына параллельдерді тауып алайық бірінші. Мына жаққа қарай былай шығып тізбектей болып деген мыналармен бірге. Мына жаққа келіп, тізбектей болады деген. Қазір біз мына R2R параллельді тізбектей қылып аламыз, былайша айтқанда бір жүйеге қылып аламыз, иә. Ол үшін біз жаңа қысқа формуланы қолданбаймыз ба, иә? Қандай еді ол бізде? R тең болады R1 көбейтілген R2 R1 қосылған R2 болады, дұрыс па? Ол осы қысқа формулаға қояды екенбіз. R1-іміз қаншаға тең бізде? 5-ке тең екен. 5 Омға тең екен. Ну, мына жазбай ақ қойып омдарын, так, көшіре салайын. Қысқа екен ғой, өзіміз жаза берейік осыны. 5 көбейту 5 болады төбесі, асты 5 қосу 5 болады, дұрыс па? 5-ке 5 көбейту 25, 10 болады. 25 10-ға бөлсек, бізде қанша болады? 2,5 болады, дұрыс па? 2,5 болады. Так, 10 болды. Нерде? Біз мына R1 дей салайықшы, R1 тауып алдық. R жалпы 1 тауып алдық, былайша айтқанда. Мына жерде 2R деп тұр, 1,5R деп тұр. Так, 2R-іміз қанша тең болады? 2R-іміз ол бізде 2 көбейту 5-ке тең болады, дұрыс па? R-іміз 5-ке тең деп тұр ғой. Мына жерде 10-ға тең болады. 10. Так, 1,5R дегеніміз 1,5R. Ол тең болады 1,5 көбейтілген 5. 1,5-ға 5 көбейтсек не шығатын еді? Көре салайықшы қайсысы. 1,5 көбейту 5. 7,5 шығады екен. 7,5 шығады екен. 7,5 Ом болады екен. Болды, енді біз жалпы R жалпын табамыз енді. R жалпын табатын болсақ, бұл жаққа тізбектей болып кетеді, мынаның барлығы бір жүйе болды. Мынаның барлығы, мына жаққа қарай бір жүйе болады. Сол кезде барлық кедергілер бір-біріне қосылады. 2,5 қосу, так, 10 қосу 7,5. Так, қосшайшы екен. 2,5 қосу 10 қосу 7,5. 20 шығады деген жауап, R жалпын 20-ға тең бұл. 20-ға тең бұл. 20 Ом. Біз жалпы R тауып алдық, басын ауыстырып керек, жалпы R тауып алдық. Енді қайсы формулаға қоямыз? Енді біз мынаға қарайықшы, домалақ сызыққа қай жерді көрсетіп тұр? 1-ді көрсетіп тұрған жоқ, мына жартысын көрсетіп тұр, Демек бізде тоқ күшіміз қаншаға тең болады? Мына А деген тоқ күшінің өлшем бірлігі ғой. 0,15-ге тең бола ма? 0,15 А-ға тең болады, дұрыс па? 1 деп ала алмаймыз, өйткені 1-ді көрсетіп тұрған жоқ, мынау, Значит, бізге кернеу табу керек. I тең U бөлінген R деген формуланы еске түсіреміз. U бөлінген R. Осы жерден біз U-ды табатын болсақ, тең болады I көбейту R болады деген. Болды, тең орнына қоямыз. I-ымыз қаншаға? 0,15-ке тең болды. Көбейту R-ымыз қаншаға тең болды? 20-ға тең болды. 1,0 қысқарып кетеді. 5,2 Ом болады деген соң. 10 біз нені таптық? Кернеуді таптық, 10 вольт дейді. Ол да жауабым тұр екен. Басқа жауап жоқ сияқты, Жақсы, келесі есеп 29-шы есеп. Ол жақындап қалыппыз уже. Енді бар жоқ 30 есеп алған бүгін. Массасы беріліпті. Так, массасы табу керек екен, берілмеген. Так, маляр масса берілген. Так, маляр масса берілген. Одан кейін не берілген? Авогадро берілген тұрақтысы. Бізге табу керек, М табу керек екен. Болды, мына формула бар еді бізде М бөлінген маляр масса тең болады N бөлінген NA-ға деген, дұрыс па? Мынау берілмеген деп абыржымаймыз, 1 деген санды қойып кете береміз, примерно орнына. Тең орнына қойып шайышқан. Қоймаймыз. M тауып аламыз бұл деген. M тең болады, сонда
м тең, так, басын ауыстырып жіберейін. м табатын болсақ, бөлшек кетеді, бөлшек қарама қарсы n тұр, астына түсе береді ғой. n тұр, жоғарыға м көбейтілген м болады екен. Болды, сандарды орнына қойып шығамыз. м тең болады. м малярлық массамыз қаншаға тең? 44 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесіне тең екен. Авогадро бірді жазып қойсам берге. Көбейту n авогадро 6-02 көбейтілген 10-ның неше дәрежесі? 23 дәрежесі. Так, 23 дәрежесі ма? 23 дәрежесі. Так, бөлеміз енді. Калькуляторым қайда еді? 44 бөлу 6/02. 7-де 3 дейді. 7-де 3. 7-де 3. Так, дәреже дейді. 10-ның 23 дәрежесіне 3 дәреже қосылып кетеді балдар, я? Сонда көбейту 10-ның мынау жоғарыға минус болып шығады да. Минус 26 дәреже болады. Қарайықшы, осыған ұқсас жауап бар ма екен? Мына бір түр жылыстамыз мына жаққа қарай. Мұнда 73 болады, дұрыс па? 73 көбейту 10-ның 27 дәрежесі болады екен. Ол бізде G жауапты тұр екен. Қалған жауаптар. Мына жауапта келеді екен, А жауабы. Так, келесі есеп. Соңғы есебі осы. Так, 30-шы есеп екен. Егер уран ядросы бөлінгенде 200 мегаэлектроннан бөліп энергия шығатын болса, 1 кг уранда бар ядролар толық ыдырағанда бөлінетін энергия. Так, мына форманы білуіміз керек екен. Бұл есеп шығару үшін E тең E0 көбейтілген n деген форманы білуіміз керек екен. E0-міз берілген, бізде 200 мегаэлектроннан вольт деген осы как раз неге тең болады екен? E0-ға тең болады екен. 200 дейміз, көбейту. Так, EV деген сөзге назар аударамыз. EV мына жақта 1 EV қаншаға тең дейді? 1/6-ға тең дейді. Көбейтеміз, 1/6 көбейту 10-ның неше дәрежесі? Минус 19 дәрежесі. Көбейту. Так, жерде мегасы бар ғой, мегада неше дәреже бар? 10-ның 6 дәрежесі бар. Сонда 200-ді 1/6 көбейту. 200 көбейту 1/6. 320 шығады екен, 320 көбейту 10-ның. Так, жерде 19 дәрежемен 6 дәреже қысарып кетеді. 19-дан 6-ны асақ қанша қалады? 13 дәреже қалады ма? Минус 13 дәреже. 13 дәреже қалады екен. 13 дәреже. Так, минус 13 дәреже жауып берге. E0-міз тауып алдық. Енді бізге мына n табу керек. Енді тура жаңағы формулаға ұқсайды екен. M бөлінген маляр масса тең болады n бөлінген n-ға деп аласамыз. Басын ауыстырып жейін. Так, осы жерден біз n табамыз. N табатын болсақ, так, бөлшек сызамыз, қарама қарсы маляр масса көбейтіліп тұрған, m көбейтілген n жоғарыға шықты деген. Түсіндік қой осы жерде. Масса бізде 1 килограмм, 1 килограмм көбейту, n-ымыз қаншаға тең? 6 көбейту 10-ның неше дәрежесі? 23 дәрежесі дейді. Бөлу, малярлық массамыз қаншаға тең? 235 көбейту 10-ның неше дәрежесі? Минус 3 дәрежесі дейді. Так, осыны есептеу қалып тұр екен бізде. Так, сонда біз получается 6-ны бөлеміз 235-ке ма? 6-ны бөлеміз 235-ке. 0, 0, 0, 0, 255 шығып жатыр, Так, сонда не шығып жатыр? 0 өтір 0,
225 деп ала берейікші 3 санды. Көбейту 10-ның дейміз. Мынау 3 дәреже жоғары ашып кетеді да, 26 дәреже болады. 26 дәреже. Так, сонда. Ну, осылай қала берсін ба? Осылай қала берсін. Біз нені тауып алдық қой, главный, иә? Осылай қала тұрсын. Енді біз n тауып алдық. Енді мына формула апарып қоямыз ғой, болды ғой. Мына жерге, иә? E0-міз қанша? 320 көбейтілген 10-ның неше дәрежесі? Минус 13 дәрежесі. Көбейтілген 0 өтір 0,25 көбейтілген 10-ның 26 дәрежесі дейді. Так. Көбейтейік қазір. 320 көбейтілген 0 өтір 0,25 дейді. Я 8 деген жауап шығып жатыр. 8-ден астына сан шығады. Бізде жуық тауып алдық қой, енді өткен 8-де 2 деп алсақ болады, иә? Примерно 8-де 2 көбейтілген 10-ның дәрежеміз 15 дәреже. Келе ма? 11 дәреже келе ма? Мына жерде дәрежеге мұқият болуымыз керек қазір, иә? Мына жақта 26 шыққан, дұрыс па? 26 алу 3. Так, 8-де 2. Что-то дәрежеміз сәл көбейіп кеткен сияқты ғой біздің, иә? Жауабын дұрыс шықты, дәрежеміз что-то аздау 13 дәреже шығып қойып отыр. Қай жерде қателесіп кеттік? 23-26 болады, дұрыс қой? Все. Түсінікті. Мына жерде біз тағы бір 5-ті алуымыз керек еді, да, былай, көбейту 10 деп. Так, енді сонда түсінікті болды. Мына жерде 8-де 2 деген сандар шығады. Сонымен жуықтап 13 дәрежені қайтадан көбейте салайықшы. Тең. Я. Так. 320 көбейту 0 өтір 0,55 деп алайық. Все. Так, мынау жоғары көтеріліп кетсе. Аха, 26 дәреже. Дұрыс екен ғой. 8 өтір 16 деп шығады да. Мынауымыз бізде 13 дәреже болып қалса. Что-то не болып қалды мынау. 8 өтір 16 өшірсек. Так. Біздің өшіріп қайда? 8-де 2 деп ала береміз ғой, дұрыс па? Сегіз өтір 16 шығады. 26-тан 13 жасақ бізде көбейту 13 дәрежесі болып қалады ғой, иә? Біреу екеу өтір жылжып кетсе, как раз бізде мына жауапқа барады екен ғой. Бері қарай жылтамаймыз ғой, ары қарай жылжытамыз. Сол кезде 2 өтір жылжыса 11-ге барады екен мынау. 8-де 2 деп аламыз да жуықтап. Көбейту 10-ның 11 дәрежесі дегенде апарсақ болады екен. Ол бізде қай жауап тұр екен? Жауабында жуықтап алынған болды, иә? Жуықтап алынған жауап екен. Ол бізде жауап екен. Жақсы, осымен сау болыңдар. Алдағы уақытта тікелей эфирлерге шығып тұрамыз бұйырса. Сіздерден қолдау болса, бұл тіркеліңіздер каналға. Сау болыңыздар. Сохранить. Бесе.